өздерінше қызды менсінбейді ғой, бір жерлеріне қарамай, ол деп қақсап дейді. Қай жеріне қарау керек? Елдің бәрі сол жерге қарай беретін болса, өмір басқаша болмай ма? Не қыласың ол біреудің бір айтады, қояды болды. Неге үйтесің, неге сөйтесің деп, менің қызым демей ақ қой, ештеңе етпейді, жақсы айтады. Қалады. Енді сөз қолаған бәлеге жолға. Енді айтыпты, енді жарайды, сенің күйеуің, мейлі енең айтқан шығар, мейлі қайнатаң айтқан шығар. Енді мен сондай апаларды көргем, сондай кісілерді көргем. Қыз босанған келінге, осы жерден шықпай қал деп айтқанымды көзім көрген, сондай кісіні. Ештеңе жоқ. Сол ауырып төсекке жатып жатқанда, сол қызы қараған жоқ, сол баласы қараған жоқ, сол ұл тумадың деп. Сол қызы қарады. Сол қыз алақанына салып, о дүниеге шығарып салды. Мен соның куәсімін. Мен көзім көрген айтадым сіздерге. Сондықтан ол сол қызды боқтаған, сол туылмау керек еді, осы туылғанша сол жерде соған. Сондықтан айналайын, оны Алла біледі. Жақсылықты ұлдан көресің ба, қыздан көресің ба, или вообще көресің ба, сол қыздарыңнан көрмейді, жаңа күйеу баладан көргенде де көргем. Қызы да қарамайды, ұлы да қарамайды. Күйеу бала маған келіп, менің енем дегенде таң қалдым. Сен қандай адамсың өзі деп, барып құшақтап денем тигізім. Сен жақсы адамсың, сенен берсін деп. Күйеу баласы енесін жерлеген көзім көрген. Бірақ сіздер сөз термеңіздер, сөз терген бәлеге жолғады. Кейбір адам ашумен айтады, кейбір адам ызамен айтып қояды. Адам ғой барлығы, адам. Енді ол сен бүйтіп айтқансың, сол кезде 1964 жыл еді, 52 жыл еді деп келе жоқсың. Айтқансың деп, оның айтылды, қалды, сөз жерде қалу керек. Түзу көңілі қисық сөздерге мән бермейді. Сонда өмірің проще болады, жақсы болады, Құдай саған да береді. Сен ол кезде естіген де жоқсың. Соны саған біреу айтты, сен соны жүрегіңе түйін қып, түйме қып, сен өлгенше соны ұстап, ана өлген адамға да соның кесірі, саған да кесірі тиеді. Сондықтан керек емес. Айтылды, кімге не айтылмайды. Сен адам болмағансың, болмайды осы, адам болмайды осы деп айтқан. Адам болдың ғой, Құдайға шүкір. Қарғыстың бәрі келе бере ма? Айтқанның бәрі келе бере ма не? Сен адам болмайсың деп мұғалім ұрысқан бәріңізге. Адам болдыңыздар ғой? Айуан болып кеттіңіз ба? Жоқ, айтыла береді. Мұхаммед саллаллаху пайғамбарымыз, мен қарғыс туралы келтіріп берейін. Пайғамбарымыз намазға шығайын деп жатыр еді, әйелі жібермей қойды Айша. Енді жас қолын ұстады, етегін ұстады, құшақтады, тоқтаңыз деді, мойны асылды, құшақтады, сүйді, әйтеуір жібермей қойды. Кетіп бара жатқанда шапаны бүйтіп ұстап, шапанға жабысты. Енді намаз тұрған әйелі ел күтіп жабысып. Қолың кесілсін, қолың сынсын, қолың үзілсін деген сөз айтты. Сол кезде пайғамбардың аузынан сондай сөз естігенде әйелі қорқып кетті, жібере салды. Намазға барды, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қайтып келді, кесе қалтырап, дірілдеп, қорқып жылап отыр екен әйелі. Жаңағы енді пайғамбардан қарғыс сөз естідім ғой деп, болды енді құда бойшы, бітті ақжаға құдай уже болды. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қарғысын түсіндіріп айтқан, қарғыс білмейді, сол сөзді түсіндіріп айтқан, тәрбиелеу мақсатында айтылады кейде. Адам болмайсың, сен адам бол, қарғыс емес ол. Сен енді адам бол, ондай болма деген мағынаға келеді. Сол үшін әр сөз тесін ба деген адамдар енді олай айтпау керек еді. Адам ғой, ауыздан шығыпты енді. Шықса, бүйтіп тисе бермеу керек. Неге сөйтіп айттыңыз сөйткенде бір сөзді болмайтын адам, өспейтін адам, өнбейтін даулайды дейді. Бұл өнбейтін нәрсе. Айтылды, кетті болды. Негізгісі періште әумин деп қоймасын, болды, өтіп кете беріңіз. Сол кезде сен бүйтіп айтқансың, мені сол орындалды, ал көзің көкш. Не керегі бар соның, өтті кетті болды. Жақсылыға бұрыңыздар. Жаман сөзді де жақсыға бұрып үйреніңіздер.